Үйде тараканнан қалай құтылам деп басыңыз қатып жүрме? Ендеше мен сізге 4 түрлі тәсілін айтайын. Үйде таракандардың 2 түрі кездеседі. Жирен қызыл түсті және қара түсті. Таракандар негізінен түнде шығады, ал күндіз еден мен қабырғалардың саңылауларына, ас үйдегі үстел маңына, еденнің ернеу ағаштарына, плиталарға, жылу және су өткізетін құбырлар секілді кез келген саңылау қуыстарға жасырынады. Енді осы таракандардан құтылудың бірінші тәсілі: 2 картошка, 2 жұмыртқаны алып суға қайнатып, піскен кезінде жұмыртқаның сарысынғаны алып, картошкамен бірге езесіз, кәдімгі пюре жасайсыз. Каша тәріздес етіп, су құйып араластырасыз. Осы 2 қоспаға 100 грамм бор қышқылын қосып, үшеуін араластырамыз. Дайын болған кезінде таракан жүретін әрбір жерлерге тастай бересіз.